армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдырсаңыздар болады. Алматыға іссапарға Мәлік ағаймен бірге баратынымды білгенде қуанып кеттім. Ол кісінің қызметі жай қатардағы инженерлердің бірі болса да, өзін үлкенді кішілі зауыт адамдары қатты құрметтейді. Бірі жұмбақ адам десе, бірі көпті көрген адам, бірі басқаларға ұқсамайды ерекше жан деп айтып жатады. Бірақ не себепті олай дейсің десе, ешқайсысы жартып ештеңке айтпайды. Өздерінің бір құпиялары ашылып қалатындай жауаптан қашады. Әйтеуір ол туралы ешкім жаман айтпайды. Іссапарға шыққанда мен үшін біздің бастық секілді қатты ішіп, өзінің де өзгенің де мазасы мен берекетін алмайтын адам болса болғаны. Бірде біздің бастық Мәлік ағай туралы оның сөзімен бас директордың өзі де санасады. Жазған сұраныстарына үлкен жауапкершілікпен қара дегені бар. Бұлай бөле-жара айту әдетінде жоқ еді. Онсы құрметтеу ме, әлде сескену ме себебін біле алмадым. Онымен кейде оқта текке жұмыс бабымен кездесіп қалғанымыз болмаса, араластығымыз жоқ. Мерекелерде зауыттағы іс-шараларға баса қызметкерлер семьясымен келсе, ол жалғыз жүретін. Ол туралы менің есіме түскені жақында зауыт кеңсесі алдында Майра, кәдімгі мен жақсы көретін Майрамен кездесіп қалды. Ол Дүйсен деймін, алдағы демалыста тауға шығайықшы дегенде асығып тұрған түр көрсеткенмен күмілжіп қолымның тимейтінін айтқам. Сол кезде қасымыздан өтіп бара жатып, сөздерімізді еріксіз естіген Мәлік ағай маған қарап жұмбақ күлімсіреген. Пойызға отырып билет тексергеннен кейін төсек орнын алып жатып қалғанмен қатты шаршағандықтан ба жатысыммен ұйықтап кетіппін. Мәлік ағайдың "Дүйсен тұр, тамақтануға сені күтіп отырмын" деген даусынан ояндым. Алматы-Москва жүрдек пойызы бір жағақпен жүріп келеді. Ұйықтағаныма бірталай уақыт болыпты. Маған әйтеуір пойыздар күндізден гөрі түнге қарай тез жүретін секілді көрінеді. Басым жеп-жеңіл болып тыңайып қалыппын. Жоғарыда екі жас жігіттер тойдан келе жатыр екен, қатты ұйқыда. Купедегі кішкене столдың үстіне Мәлік ағай дәмге толтырып, мен де жолға алған тамақтарымды ала бастадым. Әр нәрсені бір айтып отырып тамақтанып та болдық. Бір кезде 40-қа толдың ба деп сұраған Мәлік ағай. Осы күнге дейін үйленбей жүргеніңе не себеп деп төтесінен кетті. Үйленбей жүргеннің өзі жақсы деген кезекші жауабымды Мәлік ағай дені дұрыс жауап деп те есептемегені көрініп тұр. 35 дейсің бе, аз жас емес қой деп бір тоқтады да әрі қарай әңгімесін тез жалғастырып кетті. Шырағым, уақыт деген білдірмей өтіп кетеді. Сені Майраны жақсы көретініңе дау жоқ. Ол маған әп-анық байқалып тұрады. Себебі оның зауытқа келгеніне 5-6 жыл болып қалды. Кішкене коллективте адам тізе қосып бірге жұмыс істеген соң бір-бірін жақсы біледі. Әрбір адам кітап секілді ғой, тек оқи білу керек деп бір тоқтады. Майраның атын естігенде біреу жанды жерімді тырнап алғандай. Бұл тақырыптағы әңгіме құлықсыз танытқанымды білдіріп тізесінің пердесін ысырып түнгі мерей даланы тесіле қарадым. Ыстықтағандаймын. Ал бір жағынан еркек пен әйел қатынасы туралы әңгіме құлағыма жағатын секілді. Жалықпай тыңдауға бармын. Бірақ менің жеке басыма қатысты болмаса болғаны. Менің Майраны жақсы көретінім өзіме белгілі. Бірақ Майраның мені жақсы көретініне шүбәлі едім. Әрі оны соншалықты сырт көзге байқалып тұр деп те ойламаппын. Жуынып келген Мәлік ағай екі ойлы болып аз кемді тұрды да бір шешімге келгендей маған қарап: "Дүйсен, сен сырыңды айтатын, сырласатын, ақылдасатын алдыңда ағаң, артыңда інің жоқ. Досыңа да әртүрлі себептермен бар сырыңды айта бермейсің. Намыстанасың, ұяласың, түсінбей қала ма деп ойлайсың. Тіпті сол сырлардың бір кезде әлдеқайда уақытта өзіңе қарсы жұмсалады ма деп те қорқуың мүмкін. Мен басымнан өткен өмірімнің бір үзінгі айтып берейін. Мүмкін ой салар, кәдеге асар, жол ұзақ қой" деді. Жұрттың сұрбойдақ болып қашанғы жүресің, қашан үйленесің дегеніне 40-қа келгенде оған дейін үй салып машина алайын, сосын үйленем десем, тағы бірде ой, осы күні қайсысы дұрыс қыз бар дейсің деп танауымды шүйірген болып қоя саламын. Бірақ бір мәселе басқада еді. Ал Мәлік ағайдың сұрағы да басқаша. Ол сенің ішіңдегі көзбен оқып білген отырғандай. Өзіңіз білесіз, уақыт өтсін,
ағай дедім. Ол кісі әңгімесін қоңыр дауыспен бастап кетті. Мен жас кезімде ауылдағы көрікті әрі денелі жігіттердің алды болдым. Екі иығымда екі кісі мінгендей қапсайған денелімін. Құдай берген өнерім бар. Арнаулы оқумасам да кез келген музыкалық аспапта ойнап ән саламын. Қазір қойып кетсем де жолдастарым мен таныстарымның ортасында кездесе қалсақ, ой жайлауда айтшы, жоқ, 16 қызды шырқашы деп әркім жасына көңіл күйлеріне қарай қалаған өлеңдеріне заказ беріп жататын. Көңіл күйім болса өлеңдерінің шығу тарихын, оқиғаларын өз басымнан өткендей сөз бен әуенге жанымдағы өзімнің сөлі мен селін қосып, майын тамызып айтып берем. Олар да риза, олардың риза болғанына мен де риза, жаным рахаттанып қалады. Сөйтіп жүріп құшағымда ай сайын бір қыз. Олар өздері келіп құлаған соң қадірі болмайды ма? Әлде маған әйтеуір қыздар кездеспеді ме? Әйтеуір олармен 2-3 рет бірге болғаннан кейін олар мені жалықтырып жіберіп шыға келемін. Мені қол жетпестей көрді ме? Олар да талапсыз қала берді. Атыраудың Әсила деген бір қызы маған үйлен деп біраз жүгіргенде, мен сенің бірінші жатқан еркегің емеспін ғой дегем. Ол мен сенің алдыңғы адал болғым, мені жасөспірім кезімде бір мас адам зорлап кеткен деп шынымды айтып едім ғой. Мен сенімен болғанша басқа жігіттермен сүйіскен емеспін деді. Аз-кем ойлағанмен маған пәк болып кездескен қыздар да жетерлік деп күлгенімде ол жұлып алғандай. Ендеше сені солардың пәктігі ұрсын, мен сені шын жүрегімнен сүйіп едім ғой деп көздерінен толған жасты көрсетпеуге тырысып жүгіріп кеткен. Мені ол кезде қыздар ғана емес, тума-туыстар да жұмыста бастықтарға дейін төбелеріне көтеретін. Жүрген жерім думан, ауыл түгіл ауданға келген әрбір комиссиялар мен атақты қадірлі деген адамдардың алдында өнер көрсетсем, табыс та жаман емес. Шынымды айтсам, ол қызға берген сондай мысқыл жауабыма әлі өкінемін. Сол қыздың қарғысы бірнеше күн құлағымда шыңылдап тұрғандай болғанымен біраздан кейін ұмытып кеттім. Қайран 25-тің демімен алды-артына қаратпайтын бұлқылған болар күштің тасқыны шығар. Кез келген ортада суда жүзген балықтай өзімді еркін сезінемін. Сөйтіп жүріп үйленіп ажырасып та үлгердім. Олардың арасында көлденең кездескен әйелдермен кездейсоқ байланыстар қаншама. Сөйтіп жүріп 32-де толдым. Сол кезде менің өмірімде бір өзгеріс болып басымда қара бұлт торлады. Бір рет әйелмен оңашаға ыңғайсыз жағдайға қалғаннан кейін, сол жағдай бірнеше рет қайталанған соң, әйел атаулыға беттемей қалдым. Тағы бірде бір қылықты әйел үйіне шақырып тәтті қылығына денем балқып, төменгі жағым жыбыр-жыбыр етіп жан біткендей болып еді. Жеме-жемге келгенде қанша тырыссам да түк шықпады. Қылықты әйел істемейтіні бар, қатын не тең деп былш еткізді. Содан кейін үйленбек түгілі әйелдерге жақындауға қорқатын болдым. Менің өмірімде басқа да бір кезең басталды. Алматы мен Москваның арасындағы қалаларда талай дәрігерлерге көріндім. Бойыма қан жүгіргенмен әйелге жақындағанша күш кетеді. Не керек, әйтеуір дәрігерлердің қойған диагноздары мен қолданған емдері қаншалықты әртүрлі болып, әртүрлі ем қолданса да нәтиже болмады. Менің емделуден де бетім қайтып шаршадым. Шетелге шығып емделу ол кезде Советтер одағы дейтін үлкен елде ілуге біреулерге ғана бұйырған. Оның үстіне қаржы жағы да қол байлау болды. Жылына алатын демалысың бірақ ай. Одан шешем қайтыс болып, ажырасқан әйелім басқа қалаға көшіп кетіп, жаныма жұбаныш болатын жалғыз баламмен кездесуде проблема болып қалды. Жанымды арақпен жұбатып келіп, бөтелке мен ащы судың жақсы көріп, бірге ішетін бөтелкелестермен дос бола бастадым. Осы арадағы тағы 2-3 жыл зу етіп түсіп, менің еңсем түсіп, бұрын маған сүйсініп таңданып қарайтындардың енді маған мүсіркей тіпті жиіркене қарайтындарын сезе бастадым. Әйтеуір денемді сүйреп жұмысқа келем. Көңілімді ауламақ болған дос-жаран, тума-туысқандар ыңғай бермеймін. Олар менің көңілімдегі ең үлкен қорлықты білмек түгілі сезбейтінде. Сол кезде тағдыр маған аяулы бір періште әйелді жолықтырды. Әлима маған тағдырдың тартқан үлкен сыйы еді. Үлкен зауыттың өндіріс пен жоспарлау бөлімінің кабинеттері қатар орналасқан. Соның бірі мен істейтін өндіріс бөліміне шамамен жасы 35-37-нің арасында аққұба келген тартымды келіншектің жаңадан жұмысқа тұрғанын біздің бөлімнің жігіттері бір-ақ күнде білді. Оған себепші Әлиманың өзі болатын. Бөлімдегі 4 жігіт айдың аяғы болғандықтан 4 столды құшақтап
орындарының шаншылып жұмыстарымызға айналысып отырғанбыз. Жігіттер, саламатсыздар ма? Мына тоқ шәйнектерді жөндеп бересіздер ме деген таза мөлдір дауыс естілгенде денем шым ете қалды. Неге сонша елең еткенімді білмеймін. Шын болса, кейде адамға Құдай сездіреді дейді ғой. Бұл дауыстан кейін бір түрлі күйге түскеніме өзім де түсінбей, еш нәрсеге мән бермеген болып, басымды көтермеген күй отыра бердім. Әйелдер туралы ойлауға өзіме өзім тыйым салғалы қашан. Аздан соң о мәке, мынаны сіз қарамасаңыз біздің қолдан келмейді деген әзілкеш жандостың ойнақы дауысын естіп, басымды көтердім. Әйелге көзім түскен менің көңілім ойсырап, қарным ашып қалды. Алдымда аққұба, еш ерекшелігі жоқ қарапайым ғана әйел тұрды. Жаңағы мөп-мөлдір дауыстың иесі менің ойымша сұлу әрі жас қыз болуы керек еді. Кінәрат тоқ шәйнектің өзінде емес, тоқ жүретін бауында екен. Оның тез-тез жөндеп бергенмен жандостың ол әйелді маған әдейі сілтегенін сездім. Сізге көп рахмет деген мөлдір дауыс шынымен жаңағы әйелдің аузынан шықты. Байқаған кішкене қара көздері адамға тіке, зірделей зерттей қарайды екен. Әйел кеткен соң жандос ата Әлима, күйеуі жоқ, бір баласы бар екен. Мен кадр бөліміне жаңа технологияны өндіріске енгізуге байланысты сыйақы беру туралы бұйрық жобасын апарып едім. Сонда анкета толтырып жатыр екен деп үлкен бір іс бітіргендей ыржиды. Мен болсам мән бермегендей түр көрсеттім. Арада бірнеше ай өтті. Әлимамен араласып кеттік. Жоспарлау бөлімдегі әйелдермен бұрын араласпағанымыз жоқ еді. Енді біз мейрам болса екі бөлім қосылып соңынан жалпы зауыттағы қызығышылыққа бірге барамыз. Бірде Әлиманың үйіне 2-3 жігіт барып ауласын жөндеп бердік. Шешесі мен бір ұлы бар екен. Әлимадан біздің жігіттер авансқа дейін қарызға ақша алады, ақылдасып тұрады. Тағы басқа уақыт-түйек жұмыстармен еркін бара беретін болды. Мен ғана сөйлеспеймін десе де болады. Әйелдерді жек көремін. Соңғы 2 жылда олармен еркімнен тыс жазғыра кінәлай қарайтын болғанмын. Әйелдерсіз жаңа өміріме үйрене бастадым. Думанды кештерге барғанда ең сұлу, ең тәкаппар деген қыз-келіншектердің айналама үйіріле қалатыны, 2-3 көргеннен кейін қойныма енуге кетәрі еместігі, олармен кешетін тәтті ләззат алу сәттерінен кейін майдан алаңнан жеңіспен оралғандай күй кешетінім, әйелдердің алдындағы ақсақ күйім, оларға кейде менсінбей, кейде мысқылмен қарайтыным бәрі көзден бір-бір ұшып көрген түстей өте шықты. Тек әйел денесінің құпия территориясына жетпей, не ене көргенде шауқатымның еріксіз төгіліп кеткетіні үнемі көз алдымнан кетпейтін сурет болып қалды. Жаңа жыл жақындап қалды. 2 бөлімнің қызметкерлері жаңа жылда бір күн бұрын жұмыстан кейін қалып қарсы алатын болып келістік. Ұйымдастырып жүрген баяғы Әлима. Ол туралы жұрт мақтап айтатын болған. Жұмысына да тыңғылықты, білімді, өзі де таза адам дейді. Ол жұмыс аяғында маған келіп, Мәлік, сіздің өлең айтады дейді ғой, ертеңгі мерекелік кешімізге домбыра мен гитара алып келсеңізші деді. Осы кеште Әлимамен өткізген әрбір кештің естілгендей болып қала беретінін білдім. Ұзақ сөйлесу мен ұзақ араласулардан кейін Әлима менің теңім екенін сезе бастадым. Онымен өткізген әрбір уақытым, әрбір минутым бағалана бастады. Кейіннен Әлиманың ыстық құшағыма басып, ынтызарлық сезіммен құшақтай құмарлана ләззатқа батқан түннен кейін Әлимамен өмірлік серік болуға бел байладым.